Bir күні Skype'ta bir жігітпен хабарласып жатырмыз ғой енді. Телефонда сөйлесіп жатырмыз да. Bir жігіт қатты ауырып қалған. Соны үйіне кіріп, соның жағдайын сұрап шығайық десек, дейді. Енді болмайтын шығар, енді Skype кетті ғой дейді да. Сөйтсек бізде мынандай нәрсе бар екен. Кешке көңіл сұрауға болмайды, Осы кешке көңіл сұрауға болмайды деген нәрсе бар екен. Оны енді кейбір адамдар Skype'та болды, сұрауға болмайды деп түсініп қалған да. Бұл нәрсе бар, бірақ оның мағынасы негізі ол емес. Біз бұрмалап түсініп жатырмыз. Бұл кешке дегені мына мезгілді айтып жатқан жоқ. Не дейді? Ауырған адамды есіттің ба, кештетпей ерте бар дейді. Кешіктірме. Бұл кешке барма деген сөз емес. Кеш барма, кешіктірме. Азанда есіттің ба, азанда бар. Бізде көбінесе не істейміз? Әні барам, міні барам. Біз ауруларға баруды көбінесе сенбі, жексенбіге қалдырамыз ғой. Оған енді бар ма, жоқ па? Қараңызшы. Кешіктірме дейді. Түс қайта есіттің ба, түс қайта бара бер. Ол мезгіл ешқандай кедергі жасамайды. Кешке есіттің ба, кешке бара бер. Түнгі 3-те барып тұрмасаң болды дейді. Деп ше, жағдайын білейін деп едім, түнгі 3-те барып тұрмасаң болды. Бұл әдепсіздік болады. Қарасаңызшы, бізді қалай діннен алыстатқысы келді адамдар, осы бұрмалап. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қараңыз. Мынау нәрсеге қарсы сөз айтады. Ауру адам көрсеңдер дейді да, тез барып дұғасын алып қалыңдар. Олардың дұғалары періштелердің дұғаларымен тең болады дейді. Субханалла. Қарасаңызшы, бізге осыны Алланың құдіреті танады. Бізді діннен алыстатып жатыр да, кешке барма дейді да. Оны қазір айтып жүргендер емес, соның кінәлі. Бұрыннан келе жатыр деп ойлап қалғанбыз да бізде. Бұрынғылар солай айтқан. Бұны басында кім бастаған білмейміз біз. Бірақ осы сөз болғанда, қазір енді біз көп нәрсені жасай беретін болдық қой, не дейді? Кім айтты десең, баяғыдан келе жатыр ғой, сондай ғой бізде. Бұрыннан келе жатыр ғой, бұрын істеген ғой деген нәрселер да. Жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ауырған адамның жағдайын сұраудың артықшылығы жайлы өте көп сөз айтқан. Исламда мұсылманның алдында ақысы бар ғой, соның сәлем беру, түшкірген кезде жауап беру деген сияқты. Соның ішіне ауырған адамның жағдайын сұрау кіреді. Міндет, мұсылманның міндеті ол. Ал енді сіз ауырған адам жағдайын сұрап барасыз ба? Ол сіз ала күшік болсаңыз, мысалы үшін, ауырған адам ала күшік болуы шарт емес, ол сіз сауап алу үшін. Ол қара күшік болса да, қоңырат болса да, бәрібір. Сіз сауабыңызды ала берсеңізші бар, неңіз бар оның руын іздеп. Туысқан емес қой, неғылам бар. Біз сондай адамдармыз да, бейшаралар тегін жатқан сауапты алу үшін біздің руласымыз болу керек та бізге. Жоқ. Ауырған адамның жағдайын сұрауға шыққан адамға періштелер қанатын төсейді аяғына. Нең бар оның руында, барсайшы, сұрасайшы.